Әссәләму алейкум, тігінші ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен Анар Тулеш. Бүгінгі видеода осындай өте әдемі киімге сән беретін воротниктің тігілу жолымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен қағазға лекала сызамыз. Жоғарыдан төменге қарай 40 сантиметрді белгілеп осылай сызып аламыз. Содан кейін төменнен оңға қарай 20 сантиметрді түзеу етіп сызып осылай белгілеп қоямыз. Содан кейін жоғарыға қарай 10 сантиметрді белгілеп нүкте қойып қоямыз осылай. Осыдан жоғарыға қарай 15 сантиметрді белгілейміз. Енді осы нүктемізден оңға қарай 8 сантиметрді белгілеп, түзеу етіп сызып аламыз. Енді осы нүктемен төмендегі нүктені осы аралықты түп түзеу етіп қосамыз. Енді осы жерден 8 сантиметрді белгілеп, нүкте қоямыз да, жоғарыдан төменге қарай осылай етіп, доғал етіп сызып аламыз. Жаңағы 8 сантиметрді белгілеген жерімізбен осылай доғал. Бұл біздің мойнымыз тұратын жер. Енді қыздар, осы нүктеден жоғарыға қарай 15 сантиметрді белгілеп, осылай жан-жағынан 15 сантиметрді белгілеп аламыз. Екі жерін міне мен 15 пен белгіледім. Енді осы жерін 16 етіп алдым. Осылай етіп белгі қойып кетеміз. Енді осы нүктелерді жоғарыдағы мана сызған жеріміздің басынан бастап, жаңағы нүктелерімізді қосып, осындай жағамыздың формасын шығарамыз. Алды үшбұрышты болады. Алдын дөңгелек етсеңіздер де өз еркілеріңіз, осы жағамызды енді осы жерін қиып аламыз. Тура осындай қағаз болуы міндетті емес, обойға, газетке, қолыңызда бар қағазға сызып, осылай қиып алсаңыздар болады. Жағамыздың көрінісі осындай болады. Бұл алдыңғы жағы үшбұрышты, бұл жағаның жартысы, яғни матамызға түсірер кезде матамызды екіге бүктеп, осы жағамызды қойып, сызып алатын боламыз. Осы лекаламызды енді матамызға қойып, қиып алатын боламыз. Мен осындай штапель матасын пайдаландым. Кез келген леон матасынан, өзіңізге ұнаған матадан қолдануға болады. Матамызды екіге бүктеп, осылай бүктелген жағына, жағаның артқы жағын осылай қоямыз. Біздің артқы жағы тұтас болу керек. Сондықтан матамыздың бүктелген жағына артқы бойды қоямыз. Содан кейін инемен түйрелеп, сосын барып бастырып алатын боламыз. Мінекей мен бастырып алдым, енді қиып аламыз осылай. Міндетті түрде инемен түйрелеп алғаныңыз дұрыс, себебі матаңыз қазір жылжып кетуі мүмкін. Ашылғандағы көрінісі осындай болады. Бұл біздің жағамыздың бірінші беті. Енді тура осылай етіп екінші бетін қиып алатын боламыз. Содан кейін бізге байланатын бау қажет болады. Ол үшін қалған матамыздан ені 3 сантиметр, ұзындығын 50 сантиметр етіп, осылай екі бөлшек қиып аламыз. Алдымен осы бөлшектеріміздің шетін қайырып, кішкене осылай қайырамыз да, осылай екіге бүктеп, екі жағынан теңдей етіп, үтікпен бастырып аламыз. Бұл бізге қазір тігу барысында өте жеңіл болады. Алдын ала осылай үтіктеп, екі жағында екі бауды да осылай тура осылай етіп үтіктеп аламыз. Мінекей үтіктегеннен кейін осындай болады. Осылай қазір екіге бүктеп, машинкамен шетінен, баудың шетінен бастап түзеу етіп тігіп аламыз.
Екінші жағында тура солай етіп үтікпен бастырып аламыз. Енді қыздар, жағамыздың бір бөлігін алып, оң бетіне осындай тесмамызды қойып, бір түзеу тігіспен тігіп аламыз. Жағамыздың шетінен бастап, кружевамызды қойып, бірге мінекей екеуін тігіп аламыз. Айналдырып барлық жерін. Мұндай жағаларды өзіңізге ұнаған матадан тігуге болады. Леон матасы, Барби, софт маталарында қолдансаңыз өте әдемі болады. Кружевамызды тігіп болғаннан кейін енді бауымызды тігеміз. Осылай екіге бүктеп, шетінен бастап түзеу тігіспен тігетін боламыз. Сәл қиындау болып жатса, артындағы жіптен тартып, осылай тартып тіксеңіздер, тез оңай тігіледі. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, сол кезде менің видеоларым сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Тура осылай етіп, екінші бауымызды да тігіп аламыз. Оң бет мен оң бетін бір-біріне беттестіріп қойып аламыз. Бауымызды байланатын осы бұрышына оң бетіне қарай, міне артық жерлері оң бетінде тұрады осылай ішінде. Осы жеріне орналастырып, және инемен түйрелеп қоямыз. Жан жағынан инемен түйрелеп алғаныңыз дұрыс, немесе көктеп қойсаңыз да болады. Осы мойын тұсынан, осы жерден бастап, айналдырып тігіп шығамыз, және 3 сантиметрдей тікпе қалдырып кетеміз. Ол жерден біз қазір оң бетіне айналдыру үшін қажет болады. Лапканың бойымен осылай шетінен әдемілеп, түзеу тігіспен асықпай тігіп аламыз. Және бауымыз тұрған жерді 2-3 қайтара өткеніңіз дұрыс, сенімді болу үшін. Тігу барысында мұқият болыңыз, біздің бауымыз осы жағамыздың ішінде қалып кетуі керек. Осылай соңына дейін тігіп шығамыз. Осы жерін қайшымен кішкене осылай қиып шығамыз. Енді оң бетіне айналдырамыз. Оң бетіне айналдырған осы тесікті білдірмей қолмен әдемілеп тігіп аламыз. Енді жағамызды үтіктеп аламыз. Осымен біздің жағамыз дайын. Осындай әдемі бізде жаға дайын болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Парақшаға тіркеліп, лайк басып, төменге пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен, таныстарыңызға бөлісіңіздер. Алдағы уақытта бұдан да басқа керемет видеолармен бөлісетін боламын. Сол үшін міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыз.